Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге өте оңай дайындалатын, құрамы 3-ақ ингредиенттен тұратын балмұздақ рецептісін ұсынамын. Ол үшін бізге 2 банан қажет. Оны турап аламыз. Туралған банандарды пленкамен жауып мұздатқышқа қойып қоямыз. Мұздатқышта 15-20 минут тұрған банандарымыздың барлығын шығарып, бетіндегі пленкасын толықтай алып тастаймыз. Блендерімізді алып, туралған банандарды саламыз. Оның үстіне сүт қосамыз. Және сгущенка саламыз. Барлығын жақсылап 1-5 минуттай блендерменен езіп аламыз. Бізде осындай масса пайда болады. Дайын болған массаның барлығын балмұздаққа арналған формаға құйып шығамыз. Содан соң міндетті түрде 1 тәулікте мұздатқышта сақтайтын боламыз. Бұл кезде балмұздақ жақсы қатып, формасын ұстайды. Балмұздағымыз 1 тәулік бойы мұздатқышта тұрды. Міне көріп тұрғандарыңыздай өзінің формасын жақсы ұстап, формадан оңай алынады. Өте дәмді болып шықты. Үй жағдайында дайындалатын құрамының барлығы қолжетімді, өте дәмді балмұздақ пайда болды. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.